Егер сіздің балаңыз кез келген айдың 3-і, 12-сі, 21-і, 30-і күн дүниеге келген болса, бұл балалардың қандай мықты қасиеті бар? Бұларды үштіктер деп айтамыз. Бойында Юпитер ғаламшарының энергиясы бар. Бұлар басқарушылар, тәлімгерлер, наставниктер дейміз, яғни басқарып жүріп үйрететіндер. Бұл балалар дүниеге келген кезде аспаннан білім кітабы ашылған дейді. Ғалам оларға көп білім берген, білімді балалар дейді. Сондықтан әр уақытта олар мен білем деп тұрады. Ақылы толып келген. Не істесе де ойланып істейді, анализ арқылы істейді. Көп ойланады, орнынан қозғала қоймайды. Өзіне сұрақтарына жауап алмайынша, неге, қашан, не үшін керек деген сұрақтарына жауап алмайынша, орнынан қозғала қоймайды. Оларға білу керек, пайдасы бар ма, жоқ па. Олар тыңдайды, аха деп отырады, бірақ естімейді. Сабақ оқысы келмесе де, мен білем деп тұрады әр уақытта. Енді өздері толыққанды жетістікке жете алатын балалар аяғынан нық тұрады, және ешкімге мұқтаж емес бұл балалар. Өзінің білімі өзіне бағыт бағдар көрсетіп отырады. Оқығанды ұнатады, әдетте өздеріне бірнеше дипломға дейін болады. Өте қамқор балалар, айналасына, бауырларына қамқорлық жасап, қорғап жүреді. Бұның әдетте достары көп болады бұл балалардың. Балаларды бөлмейді. Бірақ қырсық бірбеткей балалар, принципиальный. Басқалардың көз қарасын қабылдай алмайды, себебі өз біліміне сүйенеді. Енді бұл үштіктер негізі бірлік балалармен жақсы дос бола алады. Себебі бірлік балалар жан-жағына қарамайды, алға деп қорқпай жүре береді. Ал үштіктер керісінше олардың артынан қарап, жан-жақтарына қарап, тексеріп, жаңағы анализ жасап, көрсетіп жүреді, нені көрмей қалған бірліктерге. Ал үштіктер керісінше өздеріне шектеу қояды, жаңағы қашан, қайда, не үшін істеймін, ертең, бүгін деп уақыт жоғалтып алмас үшін бірліктер оларды алға сүйрейтін болады. Енді болашақта осы үштік балалардың жаңағы успешный, бай болатын балалар өздеріне шектеу қоймаса, бұлар дәлелденген білімді оқиды негізі, анау-мынау демес, және рухани білімді оқиды. Білім оларда көп. Сөйтіп өсіп, білім алып, оқып өсе бастаған кезде олар өздері таңғалады. Сондай самодостаточный балалар. Сіздерге ұнап жатса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, парақшама тіркеліп алыңыздар. Келешекте 4-і, 13-і, 22-сі, 31-і күні туған балалар туралы айтатын боламын.